мақтану және пандану пенденің ең үлкен проблемаларының бірі. Көбінесе өзіміздің жақсы жақтарымызды және істерімізді көбейтіп, асырып, кемшіліктерімізді және күнәларымызды азайтып көрсетеміз. Ибн Хазм рахмехуллаху былай деген: кімге мақтаншақтық сынағы келсе, ол өзінің жаман жақтары мен кемшіліктері туралы ойлану керек. Егер ол өзінің жақсы жақтарымен мақтанатын болса, онда өзінен кемшіліктерді іздеп көрсін. Егер ол бірде-бір кемшілік таба алмаса және өзінде бірде-бір кемшілік жоқ деп есептей бастаса, онда бұл шынайы кемшілік. Бұл оның жаман жақтары мен кемшіліктері басқаларға қарағанда көбірек екендігінің анық дәлелі. Онда жай ғана оларды көре білу мүмкіншілігі жоқ. Оның ақылы аз және сонымен қатар білімсіз. Бұл өте ауыр жамандыққа жатады. Өйткені ақылды кісі өзінің жан дүниесінің кемшілігін байқап, олардан арылуға әрекет жасайды. Ал енді ақылсыз адам болса, өзінің кемшіліктерін көрмейді, не оларға көңіл бөлмейді. Егер ой жүгіртулерің өзіңе зор қуаныш алып келсе, онда кемшіліктерің және қателіктерің туралы ойлан және оларды еске алып қал. Ақиқатқа сәйкес келмеген әрбір ой пікіріңді, әрбір іске аспай қалған үміттеріңді, басқа біреуге дұрыс бол, сенікі қате болған сәттеріңді еске ал. Егер сен өзіңнің ілім біліммен мақтанатын болсаң, онда бұл ілімдер сенің лайықтылығының емес, Алла тағаланың саған сыйлаған тартуы екенін біл. Сен бұл жақсылықтар үшін ол жек көрген нәрселермен жауап бермеуің керек. Әлбетте, жаратқан саған ақыры білмегендеріңді ұмытып қалатын және бұрынғыдай оңай жаттап еске алып қала алмайтындай сынақтарды жіберіп қоюы мүмкін. Егер діндес бауырларың сені мақтағаны үшін өзіңе өзі масаттанатын болсаң, онда сені дұшпандарың қалай жамандап жатқан туралы ойлан. Сонда өзің тамсануың, мақтануың азаяды. Егер сенің дұшпандарың жоқ болатын болса, онда сенде жақсылық жоқ. Дұшпаны жоқ кісіден де еш нәрсе жоқ адам болмайды. Бұл деген онда басқаларды қараттың Алланың жақсылығы жоқ дегенді білдіреді. Алла одан бізді сақтасын. Егер сенің кемшіліктерің саған ұсақ тек нәрсе болып көрінсе, онда олар туралы ел білсе не болады деп ойлан. Сен ятқа қалып өзінің жаман жақтарыңды көріп жатқаныңды елестет. Харис әл-Мухасиби де былай деген: егер сендер Алланың ұлылығын және құдіретін сезсеңдер, онда сендер өздерінің жасаған істерің туралы айтудан ұялатын едіңдер. Егер сендер Алладан қаншама жақсылықтар, сендер оған шүкір қылатын мейірімдіктер келіп жатқанын түсінсеңдер, онда сендер жасап жатқан жақсы істер көп көрінбес еді.
Өйткені сендердің жасаған істерің толық емес, әрі кемшіліксіз де емес. Аллаға өзінің істерін қолқа жасап жатқан кісі қайтып ол істерге қарай алмақ. Сөйтсе де Алла оған өмірінде сан жетпес жақсылық, мейірімділік тарту етіп жатыр. Алла тағала жер жүзіндегілердің барлығына керек болса құрт құмырсқаға да ризық береді. Жер жақанда ризығы Алладан келмейтін бірде-бір қыбырлаған тіршілік иесі жоқ. Худ сүресі 6 аят.